Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі тез дайындалатын оладьи пицца пісіреміз. Бұл оладьи пиццаны таңертеңгі асқа ұсынсаңыздар өте керемет болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, бізге оладьи пицца дайындау үшін колбаса, ірімшік, ұн, жұмыртқа, қаймақ, айран, тоз, қопсытқыш, қызанақ керек. Ең алдымен колбасаны осылай ұсақ етіп турап, тереңдей отызға саламыз. Одан кейін бір қызанақты да 4 бұрышты етіп турап, колбасамызға қосамыз. Келесі кезекте үккіштен өткізілген ірімшікті қоспамызға қосамыз. Одан кейін 2 жұмыртқаны саламыз, 100 грамм айранды құямыз. Одан кейін жарты шай қасық қопсытқыш, 1 шай қасық тұз саламыз. Содан кейін барып 1 ас қасық қаймақты салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқаннан кейін ұнды електен өткізе отырып саламыз. Және осы ұнды қоса отырып араластырамыз. Міне осындай қою масса шығу керек. Қызып тұрған тападағы майға 1 ас қасықтан массаны сала отырып, оладьи пиццаларымызды пісіріп аламыз. Оладьи пиццалар тез-тез піседі, сол үшін қайта-қайта қарап тұруымыз керек. Екі жағын кезектестіріп пісіріп аламыз. Достар, оладьи пиццаның массасы қоюлау болуы маңызды. Себебі осылай майға пісірген кезде өзінің пішінін бұзбауы керек. Достар, сіздер де үйде жасап көріңіздер. Балаларға өте ұнайды және отбасы мүшелерінің де көңілінен шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Достар, міне қараңыздаршы, 30 минуттың ішінде біздің оладьи пиццаларымыз дайын болды. Өте дәмді болды. Таңғы асқа ұсынуға өте ыңғайлы және тез дайындалады. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Менімен бірге дайындаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Сонымен қатар менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды, мен үшін өте керек. Сол үшін мені қолдап отырыңыздар. Сіздермен өзінің білетінімен, өзінің рецептімен бөліскен Назерке.